Сәлем, сәлем. Сіздермен біз Ұлжаны және де Айзере. менің сіңлім Айзере. Айзере, біз бүгін не істейін деп жатырмыз? Әліппе үйренеміз. Әліппе үйренейін деп жатырмыз. Айзерешка, сен білесің бе әліппені? Иә, білем. Сен кітап оқи аласың ба? Иә, оқи алам. Айзерешка бізде әліппені де біледі, және де кітапты да оқи алады. Және де біз бүгін не үшін бұяқта отырмыз, балалар? Өйткені біз сіздерге әліппе үйретейін деп жатырмыз, иә? Бүгін қандай әріп және де оның мысалдарын Айзерешка бүгін айтады. Мен тек қана әріптерді айтамын. Так, Айзере, видеоны жасай береміз бе? Ұлжан әпке, ескерту туралы ұмыт кетпеңіз. Ескерту, ол ескерту туралы біздің ең бірінші видеода біз айтқанбыз, бірақ мен қайтадан айта салайын оны бүгін, иә. Біз Айзере екеуміз кішкене сөйлеген кезде қазақ және орыс тілдерін қолданамыз. Сөйлеген кезде де сол үшін сильно не обижайтесь деп қояйық, иә, Айзере? Иә. Ал, кеттік па? Иә. Кеттік. Ең бірінші әрібіміз ол қандай, Айзере? Қандай мысал бере аласың? Алма. Алма. Дұрыс. Ең бірінші ойға келетін ол алма деген сөз. Екінші әрібімізге Айзере қандай мысал? Әтеш. Әтеш. Ол өте дұрыс. Әтештен деген әріптен басталады, иә? Б. Бақа. Бақа. Өте керемет мысал, иә? В. Велосипед. Велосипед. Өте дұрыс. Г. Гүл. Гүл, ол дұрыс, иә? Өйткені бізге көктем келе жатыр, гүлдер өте көп болады, иә? Екіншіден ғой, келесі Г. Ғарышкер. Вау, ғарышкер. Өте керемет мысал. Д. Доп. Доп. Өте дұрыс. Доп. Е. Есік. Есік. Дұрыс, біз есікті күніде көреміз, онымен күніде қолданамыз, иә, Айзере? Иә. Ё. Монтер. Монтер. Бұның бәріне мысалдарын мен нәшетке бір жерге видеоны редактировать еткен кезде қойып тұрсам, және де сіздерге кішкене ыңғайлы болу үшін, әр әріпті айтқан кезде, мысалды Айзере айтқан кезде, ол картинканы нәшетке суретті бір жерге қоямыз, Айзере? Иә. Ж әрібі келесі. Жылан. Жылан. Өте керемет, Айзере. З әрібі. Зымыран. Зымыран? Біз интернеттен суретін табуға тырысамыз, иә, Айзере? Иә. И әрібі. Ит. Ит. Керемет. Икарки. Йогурт. Йогурт. Күніде жейсің, иә, йогуртты? Иә. Күніде оны жеуге де болады, ішуге де болады. Оның балалардың бәрі біледі, иә? К. Кілт. Кілт. Дұрыс. Кілтті сен күніде көресің, иә, үйде? Иә. Дұрыс. Қ. Қ әрібі. Қасық. Қасық. Дұрыс. Қасықпен біз күніде қолданамыз, иә, Айзере? Иә. Л. Лақ. Лақ. Дұрыс. Оны үйтіп жиі көре алмайсың, бірақ сен лақ қандай екен білесің ба? Иә, жануар лақ бар, және тырнақты боятын лақ бар. Дұрыс, өте оригинально. М. Мысық. Мысық, дұрыс. Мысықты бәріміз білеміз, иә? Айзере, Н әрібі. Нан. Дұрыс, нанды біз күніде жейміз, иә? Иә. Ң. Шаңғы. Шаңғы. Дұрыс. О әрібі. Орындық. Орындық. Өте керемет. Ө әрібі. Өрік. Өрік. Өрікті жақсы көресің ба, Айзере, сен? Қатты жақсы көрем. Иә, қатты жақсы көреді. Жазда өте көп өрік жейді, иә, Айзере? П әрібі. Піл. Піл. Дұрыс. Пілді біз күніде көре алмаймыз, тек қана кинодан, иә? Иә. Телевизордан. Р әрібі. Ракета. Ракет. Өте дұрыс. С. Су. Су. Суды күніде ішеміз, иә? Иә. Суды жақсы көресің, Айзере? Айзере бізде көп чай, тәтті суларды қатты көп іше бермейді. Ол көбінесе су ішеді, иә, Айзере? Күніде. Так, Т. Түйе. Дұрыс. У. Уық. Уық. Дұрыс.
О. Ошақ. Керемет. Үйрік. Жіңішке, иә? Үйрік. Болады, иә. Ф. Фото. Фото. Және де қандай спорт бар? Ф-дан басталады. Футбол. 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 Х. Хат. Хат. Хатты күніде жазасың ба, әлде жазбайсың ба сен? Күніңде жазбаймын. Жазбайсыңдар, иә? Қаһарман. Қаһарман. Дұрыс. Және де қандай тағы бар, білесің ба? Айдаһар. Ц. Цирк. Цирк. Өте дұрыс, өте керемет. Ч. Чемодан. Я. Сенде чемоданың бар ма, Айзере? Иә, бар. Бар, иә. Айзереде кішкентай розовый чемоданчик бар. Қыздарға арналған. Ол ойыншық чемодан. Ондай дәу емес. Және де онымен аса көп қолдана бермейді, бірақ ішінде ойыншықтары, куклалар жатады, иә, Айзере? Иә. Ш әрібі. Шырша. Шырша, өте керемет. Ал келесі әрібіміз Айзере. Ш әрібі. Оған қандай сөз таба аласың сен? Щетка. Щетка. Дұрыс. Ал келесі қандай ол, Айзере? Жуан белгісі. Дұрыс. Ал жуан белгісіне қандай сөз таба аласың, Айзере? Подъезд. Өте дұрыс. Келесі О. Қандай мысал? Ыдыс. Айзере, сен ыдысты жуасың ба үйде? Жоқ, жумаймын. Айзере жумайды ыдысты. Әрібімізді қандай сөз табуға болады? Ілгіш. Ілгіш, дұрыс. Ілгішпен сен қолданасың ба күніңде? Күнінде қолданам. Дұрыс. Ал келесі белгіміз қандай ол? Жіңішке белгісі. Ал жіңішке белгісіне қандай сөз таба аласың, Айзере? Коньки. Коньки. Дұрыс. Енді келесі әріміз Онда оған қандай сөз таба аласың, Айзере? Эскаватор. Өте керемет. Оның мысалын мен интернеттен сүйретін табуға тырысам. Жарай ма, балалар? Және де қандай келесі? Ю әрібі. Ю. Аю. Аю. Аю дегенді бізде қолданғанда көбінесе аю ойыншықты қолданамыз, Айзере? Иә. Аюды циркте көруге болады, иә? Және де телевизорде, иә? Иә. Я деген әріміз қандай болады? Қандай болғанда қандай сөз табуға болады, балалар? Яхта. Яхта? Яхта. Өте керемет. Балалар, біз әліппені өттік. Айзере бізге өте жақсы, қызықты мысалдарды айтты. Сіздер бізге, конечно же, не қою керек видеомызға? Лайктар. Иә, және де комментарий. Басқа сөздер білетін болсаңыздар, бізге видеомыздың астына обязательно жазсаңыздар болады. Я, ш, ч, ё, ж деген әріптерге біз оны оқып, әрине қараймыз, бізге будет, нам будет приятно почитать эти комментарии, Айзере. Иә. Және де келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. сау болыңыздар.